Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Тоғжан. Бүгін біз сіздермен панкейк дайындайтын боламыз. Я білем, менің каналымда панкейк рецептісі бар, бірақ дәл осы пропорцияда жасалған панкейк маған өте қатты ұнады, сондықтан да осы рецептпен сіздермен бөліскім келіп отыр. Панкейктер алғаш жасағаннан жақсы шығады. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне қант саламыз. 2 ас қасық салсаңыздар да жеткілікті, бірақ мен тәтті панкейктерді ұнатамын, сондықтан да 3 ас қасық салдым. Оның үстіне ас содасын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жылы сүт құямыз. Енді ұн саламыз. Ұнның барлығын сала беруге болады. Ең соңынан сұйық май қосамыз. Қыздырылып тұрған бір табаға панкейктерімізді пісіріп шығамыз. Менің табам жабыспайтын таба болғаннан кейін мен астына майды жақпадым. Біздің панкейкіміздің құрамында майдың болғанында жеткілікті. Панкейктеріміз өте әдемі, нәзік, жұмсақ, ал ең бастысы өте дәмді болып шықты. Осы рецептпен сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видеоға міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер сізге менің видеоларым пайдалы болса, міндетті түрде подписаться деген қызыл батырмаға басыңыз, және де оның жанында тұрған колокольчикке, яғни қоңыраушаға басыңыз. Сонда менің әрбір шыққан видеомды жіберіп алмайтын боласыз.